Алпыс келі салмақ дәрежесі, аса жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Ерасыл Тәңірберген қызыл бұрышта және Әзбек Қахрамонбеков көк бұрыштан сәл бойшаңдау және денелі көрінеді ақыртысына қарағанда. Қахрамонбеков. Отличный голкик от Ярасыла. Және бірден күрес кетті, бірақ тізгінді қазір керісінше Қахрамонбеков алғандай қолға. Бір аяқтан ұстап қорға тіреді, көрейік. Не өндіре алады екен бұл жерде? Тамаша. Бірақ әзірше тейкдаунның исі де шықпайды. Міне бір жұлқып көріп еді әзірше. Тепе-теңдікті жақсы сақтап тұр. Жұлқуға асықпайды әзірше. Қахрамонбеков олайда бұлайда көрді. Не удается пока что контрить своего оппонента у сетки, но от дальнейшего развития событий пока не наблюдается. Әзірше мақсаты тек қана дәл осындай жамбастан соққылар салу. Рефери белсенді болыңдар деп ескертуін де берді. Әзірше көп күш салып жатқан Қахрамонбеков болып көрінеді. Тәңірбергенов тек қана қарсыласының қарай не істейтін күтіп тұрғандай. Подсесть Азизбек для того, чтобы провести бросок, но соққыда салып көрді. Көп уақыт беріп қойғанда, бұл жерде қарсыласына қазір Тәңірбергенов. Аяқтан іліп алып, түсінімше бір тейкдаун жасамақшы болды. Қахрамонбеков. Рефери араласайын десе, жалпы белсенді сияқты. Міне, ешқандай бір нәтиже өндіре алмайтын түсінгеннен кейін. Төлеген Абекенов екеуін де ортаға шақырып отыр. Ал көрейік. Біраз... Очень опасный голкик от Ярасыла. Каждый раз просто выбивает из равновесия. Бұл жол өте сақ, бірақ күреске бас салмады бірден. Калф-киктен Тәңірбергенов. Сәл-сәл қашықтықты. Ответка от Азизбека, кстати. Бәлкім судың әсерінен аяқтап тайғанап жатқанда шара. Ну, кстати, мы же на стадионе находимся. Я забыл совсем. Тиді, бірақ міне тағы да күреске кеткен. Қахрамонбеков. Тейкдаун жақтылы, дерлетті қарсыласты, бірақ ары қарай жалғап алып кете алмады. Әзбек Қахрамонбеков, біз тағы да дәл осы позицияға келіп тірелдіге. Минута осталась. Хорошо, еще. Последние секунды первого раунда. И вопрос, конечно же, боковым судьям. Разворачивает и забирать концовку. Соңғы 40 секунд өте маңызды болмақ. Отлично. Қателесті. Мойындалады. Мойынды жақсы алғанда. 30 секунд до окончания первого раунда. Удастся ли удосрочить за это время? Байланыс тексеру керек бұл жерде. Есінен таңып қалған жоқ па? Берілді. Ерасыл Тәңірберген Ниндзячил одерживает досрочную победу в первом раунде. Ұстап алды,
дер кезінде қол салынды және қатты бір пысқырмады негізі. Қахрамонбеков дер кезінде қорғану керек еді, мән бермеді бұл шабуылға, бірақ міне төбе жеңіліске алып келді. Ненде жоқ, бірінші раундтың соңында Тәңірбергенов Ерасылдың орындауында. Тамаша. Жеңіс кәсіпқой ММА-дегі 6-шы жеңісі қазақстандық спортшының. Дәл қазір ресми түрде жеңімпаздың есімі аталады. Бұдан кейін бізде құрмет көрермен комайн ивент пен мейн ивент қалды. Яғни кештің маңызды екі жекпе-жегі ғана бізді күтіп тұр. Оның бірі аса ауыр салмақтағы титулды жекпе-жек екенін естеріңізге салайын. Және комайн ивентте бізде бұрынғы Алаш Прайдтың 2 чемпионы өзара жекпе-жек өткізеді. Міне дәл осы тұста басталған еді, аяққа өтті. Дер кезінде мүмкіншілік болды, әу баста қорғануға, бір әдістің алдын алуға болар еді, бірақ өзі мән бермеді бұған. Мойын қалып қойғанына қатты мән бермеді. Тейкдаунның артынан қуып кеткен Қахрамонбеков төбе міне қылқынып тынды. Ендеше ары қарай жылжимыз. Время смотри поединка. 4-я минута, 41-я секунда первого раунда. Бұл жекпе-жекте қылқын тұру әдісімен жеңіске жетті. Победу удушающим приемом одержал Батар и Эрин Гаипов темекі бастус Ерасыл Таңырбергенов. Ерасыл Таңырбергенов. Ассалаумағалейкум, екібастұз. Барлығыңызға рахмет, осы қолдап, қолпаштап келіп отқандарыңызға. Ең біріншіден осы Алаш Прайд және өзіміз жас қыран лигаларының президенттеріне үлкен рахмет. Сосын өзіміздің қаламыздың әкімі Бейсекен Аян Уахитұлына үлкен рахмет. Мен қуаныштымын, осы өзіміздің қалада басты карттардың бірінде жекпе-жек көрсетіп жатқан. Және осы Павлодар облысының төтенше жағдай департамент үлкен басшылықтарына, ұжымына үлкен рахмет, осылай жас спортшыларды қолдап отқандарыңызға. Барлығына рахмет.